Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді әрі езілмей пісетін тұшпара дайындайтын боламыз. Қамыры үшін ең бірінші ұнды електен өткізіп аламыз. Үстіне күнбағыс майын құямыз да, жұмыртқасы мен тұзын салып, жақсылап араластырып аламыз. Артынан қайнаған ыстық суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Бізде осындай тығыз қамыр шығады, оны салафанға салып, 15-20 минуттай тындырамыз. Ол уақытта пиязымызды блендерден өткізіп аламыз. Фаршымызға тұз, пияз салып, жақсылап араластырамыз. Тынған қамырымызды аламыз да, екіге бөліп, жақсылап илеп, тағы бір 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Әрі қарай тұшпарамызды жасауға кірісеміз. Тұшпараны әртүрлі әдіспен жасауға болады. Мен үшін ең ыңғайлысы осы әдіс. Ал сіздер болса қамырды дөңгелетіп жайып, кішкентай төртбұрышты бөліктерге бөліп, тұшпара жасасаңыздар болады. Егер менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте суымызды қайнатып, тұзымызды салып, қайнап тұрған суға тұшпараларымызды саламыз. Тұшпараны салғаннан кейін, су қайнап, тұшпаралар бетіне шыға бастағаннан кейін 5-7 минут қайнатса жеткілікті. Әйтпесе езіліп кетеді. Ал сіздерге ас болсын, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.